ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يخشاها. انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يخشاها. يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها وادعي لي ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هادي الأمم. يا ساعي بهمة من صفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوى. يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة. يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة. اطلب من مولاك الرحمة، واذكرني أمامها وادعي لي ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هادي الأمم. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني مال كل فؤادي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني مال كل فؤادي. ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، سلم على طه التهام وصاحبيه وادعي لي ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلمني على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم.
отбасы болмаса, мысалы ерлі зайыпты болмаса, анау екі көгер тұрған тұрманы басқа жерге апарсаң салмайды да өтпейді де не алмайды, өліп қалады, алысқа бармайды. Бұлар сондай. Сол себептен бұл тұрман бауындағы істеп жатқандар соны қадағалап отыр. Ата тұқым, тұқым, бұл жерде қарасаңыздар тура сондай өмірде. Немере күйеуге беру басқа қылып өмір сондай болып келеді. Құрманың қызмесі сондай. Сосын бұны жаңағыдай құстар жеп қоймау үшін біз жүзінде не саламыз ғой. Бұлар да сондай. Құрманы сөйтіп қойып, сөйтіп сақтап қойып, сөйтіп сақтайды. Жаңа айтқандай, ғұламалардың таңқалған нәрсе біреуін жесе әсер береді, екеуін жесе, үшеуін жесе жаңағыдай. Қараңыздар, бұл Әжібек пайғамбардың құрмасы сонда қасиетке ие, оның күніге 7-ден жеп отырған адамды жылан шақса да әсер береді, шаян шақса да дуада өтпейді деген хадис бар. Жаңымызда тұрған Ұқыт тауы деп айтады. Не себептен бұл нәрсені көп айтады. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соғыс болудың алдынан тактиканы қатты білгендігін айтады. Сол кезде бұл араға 70 садақшыны сол жерге қойды. Сол жерге қойды да бұл кісілер мынаяқтан дұшпанды болатын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жетістігіне айтады. Біз жеңсек те түспеңдер. Мен өзім айтпауымша сол жерден жылжымаңдар дейді. Қандай дүние болсаңыздар, сол нәрсені қойды. Сол кезде дұшпандар келгенде, мүшриктер келгенде біздің мұсылмандар жеңеді. Ол сол кезде исламда жеңген адам, мысалға адамдар жеңіп алатын болса, келген адамның қалтасында ақша болады, қалқаны болады, қылышы болады, нелері болады. Сол мұсылмандарға қалатын болады. Соны бұлар бөліп алатын болады. Түсіндіңдер ме? Қанша адам не алғаннан кейін мұсылмандар жеңді деп аналар жаңа дүнияға беріліп кетеді. Төбеде ана 70 адам қарап тұр ғой, төбеде ғой. Қарап тұрған адам бұл мұсылмандар жеңді. Біз жаңа елімізден құтылып қаламыз деп төменге жүре бастады. Пайғамбарым түскен жоқ, айтқан мен айтқанша қайтпаңдар. Сонымен ол кезде Халид ибн Валид деген ол кезде мүшрик болды. Сол немен мына жағынан келіп артынан келіп тұрады. Мұсылмандар жеңдер деп анылам, 70-ден қалды деп, оны қалғандар төмен жүгіре бастайды. Біз анында неден қаламыз. Сол кезде мынаяқтан аттықтар келіп, мұсылмандардың барады. Анылар қашқандар қашып, сол жерде Хамза разиаллаху анху пайғамбарымыздың әмәкісі болады, әкесінің баласы болады. Сол кісі Хамза деген бүкіл деге бұл кісіден қатты қонынан болған көп адам айқатады. Бұл кісінің артынан Хинд деген әйел кісі артынан түсіп болады. Себебі Хиндтің әкесінің баласын өлтірген Хамза болады. Бұл сол хақысын алу үшін Хабаши деген бір адамды капьер дейді ғой, соны ататына алады. Солды алады дағы. Егер де сен Хамзаны өлтірсең, мен сені босатамын. Ақша берем, босатамын. Ол уақши. Сол кісі жүзік бар ғой, жүзіктен арасынан лақтырып соны өткізетін дәрежеде болады. Сол алып келіп соғыс бастаған кезде сол Хабаши жаңа Хамзаға разиаллаху анху лақтырып. Бар, мұсылмандар қашан сол кезде жаңағындай Хинд әйел кісі келіп, Хамза разиаллаху анхуның ішін жарады, бауырын алып істейді, мүшелерді де кетіп тастайды. Соншалықта, кектен келдігі соншалықта міне Хамза міне қақында алдым, қаныңды істейді деген нәрсе. Әкемді балаларым өлтірген сені қақында аламын деп. Сонымен Хамза разиаллаху анху содан кейін мұсылмандар жеңеді.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 70 şahit, 70 adam kaçtı. Жерли. Сол уақыт өте қатты жаңбыр жауғандан су аға келеді. Су ағандан жаңағы жерленген адамдар денелері ашты. Сол кезде Хамза радиаллаху анху Хамза радиаллаху анху ашып қараса қол үстінде болады. Исламда екі қолын екі жақ қойып жүреді. Не себептен Хамза іші бостықтан анау неғылған бойынша, үсқаған бойынша. Сол барлығыны бір жерге жерлейді. Мен көп сөйлесем, мына бір жерде пәлен жерде айтып көрсетпейді. Себебі сонда масалымауша өтіп тұрарса يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Жалғыз Алла Мекке мен Мәдина аяулы қосқалам Талайға арман қойсаған жол бастаған Жаратқан ием басымды ием Қажылық жолына ихрам кием Анамыз ажар Сағи жасаған Сафа Марва арасын Сол жерден оның белгілерін табасын Жаратып Аллам шөліміз қанған Исмайылдан қалған қасиетті зәмзәм Қажылығымды қабыл ете көрмей ерімді бір Алла Амалымды сай етші сүннет Құранға Жәннатқа бастар иманның зор байлығын Келер ұрпаққа нәсіп ете көр ұл Алла Ләббәйк Аллахумма ләббәйк لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك عرفت тауда Адам ата мен Хауа намыс жүздескен Доға жасайық біз сол жерде үзбестен Қажылық еткіз, Қағбаға жеткіз Бойымда күш барда бәрінен күшті Алла Ибрахимнің Меккеде қалған бар ізі Қағбамызда тәуәп етуде құлшылықтың парызы Ең маңызы білуші, көруші Аллах, алушы, беруші Аллах Қос дүниеде бақытқа жеткіз Аллах Күнәні кешуші Аллах бәріне шешуші Аллах барша мүмінді жәннатқа лайықты еткізші Аллах لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
Аллаға шүкір тірімін, бақыттылардың бірімін. Адамның бәрін сүйетін, Алланың ғана құлымын. Алдама арман алдама, тіліміз келді тәубаға. Осы күніме ризамын, шүкір етемін Аллаға. Өмірге адам болып келгеніме, көзіммен айналаны көргеніме шүкіршілік. Алладан жоқ нәрсені сұрап алып, барымды жоқ адамға бергеніме шүкіршілік. Біз адамдар бір-бірімізбен сыйласуға ғана туғанбыз, жаратқанға шүкір деу үшін жаратылғанбыз. Аллаға шүкір тірімін, бақыттылардың бірімін. Адамның бәрін сүйетін, Алланың ғана құлымын. Алдама арман алдама, тіліміз келді тәубаға. Осы күніме ризамын, шүкір етемін Аллаға. Көзімді ашып қайта жұмғаныма, қайталап кәлиманы тұрғаныма шүкіршілік. Төбемде желбіреген көк байрақтың астында қазақ болып туғаныма шүкіршілік. Біз адамдар бір-бірімізбен сыйласуға ғана туғанбыз, жаратқанға шүкір деу үшін жаратылғанбыз. Аллаға шүкір тірімін, бақыттылардың бірімін. Адамның бәрін сүйетін, Алланың ғана құлымын. Алдама арман алдама, тіліміз келді тәубаға. Осы күніме ризамын, шүкір етемін Аллаға. Бақыттылардың бірімін. Адамның бәрін сүйетін, Алланың ғана құлымын. Алдама арман алдама, тіліміз келді тәубаға. Осы күніме ризамын, шүкір етемін Аллаға.